Бүгін Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының қара шаңырағында зекет қорының ұйымдастыруымен қайырымдылық жаршысы атты республикалық онлайн қайырымдылық марафоны бастау алды. Игі шараны діни басқарма төрағасы бас муфти Наурызбай Қажы Тағанұлы ашып берді. Марафонның ерекшелігі сол, бір мезетте Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының орталығынан бастау алып, бүкіл республика бойынша әр облыс, қала, аудан, ауыл аймақтарда толыққанды қайырымдылық шарасы жүзеге асады. Бісміллә деп бастаған іс берекелі дейді қазақта, сондықтан бісміллә деп жаңа жылымызды халыққа жақсылық арқылы, халықтың батасын арқылы бастауды жөн көрдік. Алла ниетімізді қабыл етсін. Осы шараға, игі шараға, сауапты шараға үлес қосқан біздің дін қызметкерлерімізге, имамдарымызға, осы имамдарға қолдау көрсетіп жатқан кәсіпкерлерімізге Алла разы болсын дейміз. Бас муфтидің бастамасы аясында басталған жобаға 19 өкілдік онлайн қосылды. Осылайша қасиетті жұма күні республика бойынша 9 мыңға тарта мұқтаж, көп балалы, жетім, мүгедек отбасыларға азық-түлік жиынтығы жеткізіледі. Бүгін Нұр-Сұлтан қаласы бойынша 500-ден аса отбасына тарату мақсатында жергілікті имамдар мен еріктілер жұмылдырылған. Олар өздеріне тиесілі мекен-жай бойынша алғашқы тапсырысты демде апарып берді. Берген заттарыңыз қабыл болсын, рахмет, бала шағаның қамы деп айту әкебатсыздар. Рахмет, Құдайдан қайтсын жақсылықтарыңыз. Қазіргі ахуалды ескеріп, діни басқарма азық-түлік себетін үй-үйге жеткізуді қолға алды. Шара барысында бас муфти мұндай қайырымды жобалар жыл бойы жалғасады деді. Жылды жақсылықпен бастаған муфтияттың бұл игі жобасы сауаптан болғай.